Алматыда 30 жастағы жігітті 3 ер адам жабылып зорлаған. Ассаламуалейкум достар. Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Бұл туралы Немолши қоры хабарлады. Жәбірленушінің айтуынша, бұл тапсырыспен жасалған қиянатқа ұқсайды. Өйткені қаскөйлер не істегенін айтып, телефон арқылы біреуге есеп беріп отырған. Бұл қыз теке ер адамдарға деген жек көрушілік қылмысы болуы да мүмкін. Бәлкім біреу оны дәстүрлі емес, жаныстық көзқарасты ұстанады деп шешіп ойлап көк алған болуы мүмкін. Өйткені орындаушылар үнемі біреуге қоңырау шалып, не болып жатқанын хабарлаған. Сондай-ақ жәбірленуші шариғат нормалары бойынша өмір сүру керек, мұсылмандарды ұятқа қалдырдың деп те тиіскен деп мәлімдеді қор. Зорлаған 3 адамның бірі оны үйіне алдап шақырып алған, ал үйге белгісіз тағы 2 келген. Үшеуі жабылып, ұрып соғып зорлаған, 500 мың теңге талап еткен. Полиция күдіктілердің ұсталғанын хабарлады. Олар уақытынша ұстау изоляторына қамалады. Ұсталғандар 2001 және 2003 жылғы туылғандар. Хайыр, сау болыңыз. Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.